Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жұмыртқасыз, сүтсіз, айран қосылмайтын, миксердің көмегінсіз, таразының көмегінсіз жасалатын, өте қолжетімді заттардан жасалатын шоколадты пирог жасайтын боламыз. Дәмі ерекше жұмсақ болып шығады. Осы және басқа да керемет рецепттерді жіберіп алмас үшін менің арнама подписаться етіп алуды ұмытпаңыз. Ыдысқа 1 стақан құмшекерімізді қосамыз, үстінен 1 стақан манная крупамызды қосып аламыз. Үстінен 1 стақан мұздай су құямыз. Жақсылап араластырамыз және де 20-25 минутқа қалдырамыз. Біздің манкамыз осылай ісінуі қажет. Ванилин қосамыз, тұз қосамыз және де үстінен електен өткізіп какао қосатын боламыз. 3 ас қасық какаоны електен өткізіп қосып аламыз. Міндетті түрде какаоны електен өткізіп қосыңыз, сонда түйіршіктері қалмай біркелкі масса болып шығатын болады. Жақсылап араластырып аламыз. Үстінен жарты стақан сұйық майымызды қосамыз. Араластырамыз. Оның үстінен 1 стақан ұнымызды алып, оны да електен өткізіп аламыз. Екі шай қасық толтырмай қопсытқыш қосамыз. Енді жақсылап барлығын біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осы уақыт аралығында пешті қыздырып дайындаймыз. Формамызды алып, астына пергамент қағаз төсейміз. Менің формамның размері 24 сантиметр. Үстінен қамырымызды құямыз. Бетін біркелкі етіп тегістейміз. Бетін фольгамен жауып пісірсеңіз де болады. Мен фольгамен жаппай пісірдім. Енді 180 градусқа 45-50 минутқа қоямыз. Ағаш таяқшамен тексереміз. Құрғақ болып шықса, пісті деген сөз. Толықтай суытып аламыз. Мінекей біздің өте дәмді пирогымыз дайын. Қалауыңыз бойынша әсемдесеңіз болады. Мен шоколадпен осындай узорлар жасап шықтым. Достар, менің арнамнан өте керемет, оңай дайындалатын рецепттерді таба аласыз. Сондықтан да жазылып қоюды ұмытпаңыз. Видео сізге пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Бұл пирогтың кәдімгі пирогтан ешқандай айырмашылығы жоқ. Дәмі брауниға ұқсайды. Жұмсақ, нәзік болып шығады. Ауызға салса еритін пирог. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде өте керемет пирогты жасап дәмдатыңыз. Сіздермен болған Мадина.